Қайырлы түн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Түн ортасы болса да сіздерге мынадай өте маңызды ходунок жайлы ақпарат берейін деп отырмын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Себебі өзімнің тәжірибемнен алып, қазір сіздермен бөліскелі отырмын. Жалпы ходунокты біздің қазақтар, яғни көп ата-аналар жақсы көреміз, иә. Ол ата-аналардың пікірі бойынша жалпы ходунок ол баланың жүруіне тездететін, яғни осанкасын түзу ұстауына, аяғын басуға, жүруді үйрететін құрал болып саналады ата-аналардың пікірі бойынша. Бірақ медицина жағынан ол тікелей бала үшін қарсы көрсетілген нәрсе болып саналады. Барлық педиатрлар, ортопедтер жалпы ходунокты қолданбауды ұсынады. Неге десеңіздер, жалпы баланың ең бірінші мынадай даму процестері жүреді. Бала туылады, сосын жүреді, былай етпетінен жатады, кейін көтеріледі, еңбектейді, еңбектегеннен кейін отырады. Сосын барып бір күндері ол мынадай нәрселерге диванға немесе стенаны ұстап, столдарды ұстап, біртіндеп тұра бастайды. Осы процестердің барлығы белгілі бір кезеңде рет-ретпен жүріп отыру керек. Ал біздің біз ата-аналар не істейміз? Бала тез-тез дамыса екен, тез-тез бәрі тез болса екен дейміз да, апарып әлі еңбектеп жүрген баланы, өзі аяғына тұрмаған баланы ходуноктың ішіне салып қояды. Ол баладағы даму процестеріне кері әсерін тигізеді. Қалай десеңіздер, біріншіден баланың әлі омыртқасы қатаймаған, сондықтан да оны осылай түзу қылып, қазір мен сіздерге бұлаймен көрсете берейін. Егер де осылайынан баланы осылай түзу отырғызып қоятын болса, оның арқасындағы омыртқасына ауыр салмақ түседі. Содан кейін ол омыртқа түзу дұрыс қалыптаспайды, яғни бұзылыстарға алып келеді. Сондықтан да бала өзі диванды немесе стенаны жағалап орнынан тұрмайынша, оған мүлдем ходунок керек емес. Бұл бірінші жағдай. Екінші айта кететін нәрсе, ходунокқа баланы салған кезде бала байқасаңыздар былай аяғын ұшымен тұрады. Ал ерте салып қоятын болса, яғни мынау себебі аяқтағы бұлшықеттердің барлығы дамымаған әлі, қатаймаған. Сіздерге түсінікті болу үшін айтатын болсам, накачанный емес аяқтағы бұлшықеттер. Сондықтан нагрузка түсіргеннен кейін белге нагрузка түседі, аяққа нагрузка түседі. Бала жеңілдету мақсатында не істейді? Аяғының ұшымен тұрады. Негізінде бала былай аяғын толық басу керек. Сондықтан оған дейін ходунокқа апарып отырғызып қоюға болмайды. Үшінші жағдай айта кететін, ол баланың егерде үлкен пространство болатын болса, бала ходунокқа отырғызып қояды. Сосын бала әлі жүруді білмейді. Ол теңселіп, тез-тез шапшаң қимылдап, ана жерден мына жерге, бөлменің ана басынан мына басына дейін жүруге тырысады. Оны ата-аналар көреді, о, молодец, күшті жүріп жатыр, қарасай деп бір-біріне қызық көреді. Негізінде ол баланың мынандай кеңістікте өзінің равновесиясын сақтауына керісінше біз бұзылыс жасап жатырмыз. Негізі бала не істеу керек? Ол өздігінен немесе ата-анасы қолынан ұстап жүру керек. Қолынан ұстап өзіңіз жүргізіп көріңізші, бала бұлық сылқ етіп равновесие ұстай алмайды. Ал біз өзіміз ұстаудан қашамыз да апарып ходунокқа салып қоямыз. Ал ол бала үшін тағы кері әсерін тигізеді. Енді мен жалпы ходунокты қолдандым, дәрігер болсам да, бірақ көп кері әсерлерін мен білмеппін. Атап айтар болсам, ең бірінші бұл бірінші қызымда ходунокты алдық біз, себебі 8,5-9 айына қарай алдық примерно. Неге десеңіз, ол кезде біз үйде болмайтындығымыз, сосын мама бір жұмыстарды істей алмайым, даже ваннаға кіре алмайым дегеннен кейін, құлап қалама, стенаға тұрып кете береді, диванға тұрып кете береді дегеннен кейін, біз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, яғни қасында болмай қалған кезде бала құлап қалмасын, басын жарақаттап алмасын деген мақсатта біз ходунокты алып берген болатынбыз. Бірақ сол кезде бір небәрі 10 күн, 14 күн ғана қолданған шығар. Одан кейін уже бала отырмайым деді, ходунокты көрсе жылайтын болды, сосын уже ходунокты қолданбайтын болдық. Екінші қызымда максимум бір апта қолдандық, и то арасында ғана салып, онда да жаңағыдай қауіпсіздік мақсатында. Енді бүгін үшінші қызымды салып көріп, мынадай өте қауіпті жағдайды байқадым. Оны көп адамды ата-аналар көрмеген болуы мүмкін. Қазір мен видеоға түсіріп айтам сіздерге қалай екен. Енді содан кейін мен видеоны
действительно ата-аналарға осы нәрсені жеткізу керек екен қауіптілігін деп сіздерге түсіріп отырмын. Қазір қараңыздар. Міне мынау менің жаңағы бірінші қызыма алған ходуногым. Үшінші қызыма қолдану кезінде мынадай қауіптілікті байқадым, сонымен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Ең бірінші, баланы былай ходуногқа өзі түзу жүрмейінше салмаңыздар. 5 айлығынан салып қоятындар бар, ол дисплазияға алып келеді. Сосын салғаннан кейін қарайсыздар, егер де аяғы былай жерге жетпей тұрса, міне көрдіңіздер ме, мынау жерге жетпей тұр аяғын ұшы ғана тиіп тұратын болса, ходуногқа салуға болмайды. Және тағы бір айта кететін нәрсе, бала осылайынан отырғызғаннан кейін қасында қарап тұруыңыз керек. Неге десеңіз, бала былай алады да, жынданады ғой, жаңа жылайды ғой, сіз алмағасын ходуногтың ішінен, сол кезде бүйтіп ашуланып бір жағына қарай түсіп кетеді екен. Міне бір аяғы, бір басы бір жағына қарай түседі, сосын қылғынып қалатындай жағдайға жетеді екен. Мен өзім кеше 3-ші қызымна осындайды байқап, сосын оқырмандармен осы қауіпті жағдай туралы айтайын, білмейтіндер бар ғой деп түсіріп отырмын осы видеоны. Сонда қараңыздар, міне үстінен қарасаңыздар, міне басы осылай қалып қояды. Астынан қараған кезде міне баланың денесі бәрі бір жақ бетінен түсіп кеткен, басы шыға алмай тұрады. Сосын бұл баланың аяғы шығып кетуіне де әкелуі мүмкін. Сондықтан да ходуногты қолданатын кезде қауіпсіздік шараларын ескеріңіздер. Баланы ходуногқа салғаннан кейін өзін қалдырып кетпеңіздер. Міне осындай болып қалып қоюы мүмкін. Қымбатты оқырмандар, жалпы менің ходуног жайлы өзімнің тәжірибемдегі болып жатқан жағдаймен сіздермен бөлістім. Егер де кішкентай баласы бар кісілер болатын болса, ходуногты қолданып жүрген таныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде бұл видеоны жіберіңіздер. Себебі баланың қауіпсіздігі, баланың аман болғаны әрбір ана үшін өте маңызды. Бүгінгі ходуног жайлы менің беретін ақпараттарым осы. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеле кетіңіз.